Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен ананастан жасалатын өте оңай жеңіл салат жасаймыз. Қажетті заттарды описанияға қалдырып кетемін. Ең алдымен ыдысымызға окорочкілерімізді салып аламыз. Үстінен майонезімізді жағып шығамыз. Оның үстінен жүгерімізді орналастырып шығамыз. Майонезімізді үстінен жағып шығамыз. Ананастарымызды орналастырамыз. Майонезімізді үстінен жағамыз. Келесі кезекте жұмыртқамыздың ағын орналастырып шығамыз. Үстінен майонезімізді жағамыз. Енді сырымызды бетіне орналастырып, үстінен тағы да майонезбен жағып шығамыз. Оның үстінен жұмыртқамыздың сарысын теркадан өткіземіз. Осымен біздің өте оңай, өте дәмді салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің видеома лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.